радикализм деген тек қана діннің айналасында ғана емес, іс-әрекеттерде, әлеуметтік қоғамдық қарым-қатынастарда, отбасылық қатынастарда әсірешілдікке кетіп қалу жағдайының барлығы негізі радикалды жағдай. Шын мәнісінде көптеген радикалды топтардың мақсаты бұл қоғамдағы дүрдараздықты тудыру. Мысалы, Мұхаммед пайғамбар келе қалған кезде неге арабтар ислам дінін қабылдамады деп бәрін қырып жойған жоқ қой. Қазір адамдар неге құштар? Жалт-жұлт еткен дүниелерге құштар, әртістерге құштар, болмаса жаңағы спортсмендерге, әлемдік деңгейдегі жұлдыздарға құштар, соларға еліктеп жүреді. Солардың өмірін қайталағысы келеді, солардың өмірін сүргісі келеді. Бұл кез келген, әсіресе жастардың ішінде бұл өте көп болады. Ал қартайған кезде, болмаса жасы ұлғайған кезде адамдар еліктеуден гөрі жеке өзінің тұлғалық ұстанымдарын жарыққа шығара бастайды. Құдайға бағынбаймын деген адамдар ол өзінің эмоциясына бағынып жүр. Ол да бір эмоцияның құлы ғой. Сондықтан да жалпы адам баласы құлдықтан құтыла алмайды ау. Ең жақсысы сол Құдайға құлдық па деймін. Әрбір адамның бұл дүниедегі міндеті, дүниеде жасаған кәсібі, қызметі, отбасы, мемлекеті, елі, ұлты деген дүниелермен бірге руханияты деген дүниелерде қатар жүріп отыру керек. Жоқ, жас кезінде бәрін көр деп бұлықтыра беру керек па? Жоқ, қажет емес. Ол саған өміріңе жақсылық әкелмейтін нәрселердің бәрін көре беруге қажет жоқ. Сол көреміз дегендердің біраз түрмеде отыр қазір. Не пайдалы? Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, сіздермен Рух подкаст. Бүгін бізде қонақта Еуразия ұлттық университетінің дінтану кафедрасының доценті Кеңшілік Тышқанұлы ағамыз. Ассаламу алейкум аға, қош келдіңіз. Алейкум салам, қош көрдік. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз қоғамдағы өзекті мәселелер болмақ. Бірінші сұрағымыз, радикалдану діни себептен бе, әлде әлеуметтік әділетсіздіктен бе? Тағы қандай жиі орын алатын факторлар бар? Жалпы радикалдану деген дүниенің мазмұны күрделі. Біріншіден бұл енді жаңа өзіңіз айтқан сияқты әлеуметтік басқа да діни себеп деп бұны қарауың қаншалықты тиімді екенін білмеймін, бірақ халыққа белгілі бір деңгейде діни көзқарастардың таралуы кейбір жағдайларда радикалдануға алып баруы мүмкін. Жалпы радикализм деген тек қана діннің айналасында ғана емес, іс-әрекеттерде, әлеуметтік қоғамдық қарым-қатынастарда, отбасылық қатынастарда әсірешілдікке кетіп қалу жағдайының барлығы негізі радикалды жағдай. Бірақ дінде бұл көбінесе сауатсыздықтан орын алып жатады. Не болмаса арнайы жоспарлы түрде жасалған идеологияның нәтижесінде болып жатады. Өйткені қазір бізде біз және басқалар деген концепция бар. Біз және дұшпандар деген концепция бар. Соның айналасында мынау бізден болмағандардың барлығы, олар жақсы емес адамдар, жаман адамдар, мүшрик адамдар, күфір, кафир адамдар, адасушылар, тағут, тағы басқа деген сияқты ұғымдардың барлығы сол адамдарға қатынасқа келген кезде радикалды позицияларын көрсетеді. Яғни бір адамның бір жағдайларда радикалдану мүмкін, не болмаса идеологиялық тұрғыдан тұрақты түрде радикалдану мүмкін. Яғни біздің қазіргі қоғамды қарайтын болсақ, біздің қоғамдағы келеңсіздіктер немесе қоғамдағы кейбір дінге қатысты түсініктемелер кейбір топтардың радикалдануына алып барады. Өйткені мысалы қазақтың қоғамындағы орын алған әртүрлі салт дәстүрлер, мәдениеттер, болмаса жаңа дінге қатысты ұстанымдар кейбір адамдардың радикалдануына алып баруы мүмкін. Яғни сол нәрселерге төзбеушілік. Мысалы не үшін жаңағы аруақтардың басына зиярат ету керек? Ол деген нәрсе дінде жоқ нәрсе ғой деген сияқты, ол адамдар мүшрик, ширк жасап жатыр ғой деген сияқты дүниелер адамдардың эмоционалды жаңа діни ұстанымдарын жарыққа шығарып радикалды позицияларға қарай өтуіне себеп болып жатады. Және бұның астарындағы ең үлкен себеп бұл әрине тәуелсіздіктен кейінгі діни бағыттағы таралған топтардың өздерінің позициялары. Бұл жерде халықтың біреулер мына жағынан исламды жаңағы алға тарту жағынан радикалданып жатса, біреулер керісінше исламға қарсы күрес жағынан радикал жұмыс. Сондықтан да оның радикализмнің тек қана бір дінде ішінде болған дүние, немесе радикалдар тек қана бір ағым, бір топтың өкілдері ғана деп олай шектеуге менің ойымша болмайды. Радикалдану әлеуметтік жағдайға байланысты, психологияға байланысты, топқа байланысты, топта айтылатын уағыздарға байланысты, кейде мемлекеттердің арнайы жоспарларына байланысты жүзеге аса беретін дүние. Кейде радикалдарды жинап, белгілі бір идеологиямен тәрбиелеп, сол мемлекеттің ішіне, сыртқы жауларына, күштеріне қарсы
радикалды топтарды пайдалану, қаржыландыру да мүмкін. Өйткені әлемдегі көптеген экстремистік радикалды топтардың басым бөлігінде сондай саяси, діни мақсатты көздеген адамдардың тарапынан ұйымдастырылады. Бұл жаңағы Даиш дейміз Сириядағы, Жабхат Нусра деген сияқты, болмаса жаңағы Талибан дейміз Ауғанстандағы, болмаса жаңағы Әл-Қаида дейміз, атын атап түсіністей беруге көп деп болады. Бұлардың барлығы арнайы түрде дайындалған. Мысалы қазіргі Израиль жағдайында Хамас дейміз, мысалы радикалды шетін, радикалды әрекеттерге барып жатқан. Сондықтан олардың бір нақты мінекей осындай жағдайдан болады деп кесіп айту қиын. Кейбіреулер саяси мүдде тұрғысынан, кейбіреулер әлеуметтік мүдде тұрғысынан, кейбіреулер діни мүдде тұрғысынан. Бірақ діни мүдде тұрғысынан дегендердің көбісі бұл сол дінді бетперде ретінде пайдалану. Шын мәнісінде көптеген радикалды топтардың мақсаты бұл қоғамдағы дүрдараздықты тудыру, қоғам тыныштығын бұзу. Тыныштықты бұзу арқылы белгілі бір игіліктерге қол жеткізуге, астыртын күштер арқылы қол жеткізу. Бұл мінекей Сириядағы радикализмнен кейін Сирияның жағдайы не болды? Мақсат белгілі, қазір кімге қалды? Бірақ оны бүлдіруге көмектескен кімдер? Радикалдар. Радикалдарды кім қаржыландырды? Белгілі, сол сияқты нәрсе ғой. Яғни радикал дегеніміз бір діннің атын жамылғандар. Әрине, діннің өзінің ішінде радикализм деген нәрсе, керісінше дін керісінше сабырлыққа үндейді. Дін керісінше байсалдыққа үндейді. Дін керісінше Құдайдың жаратқан нәрселеріне тәуекел етуге үндейді. Дін керісінше бір нәрсенің аяғына қарауға үндейді. Мысалы, Мұхаммед пайғамбар келе қалған кезде неге арабтар ислам дінін қабылдамады деп бәрін қырып жойған жоқ қой. Соны күтті, уақыт өтті, тіпті Меккеден кетуге мәжбүр болды. Сонда да оларға радикал. Одан кейін қайтып келген кезде де, Меккеге қайтып келген кезде де радикалды әрекет жасаған жоқ оларға. Көбісі өз уақыт келген кезде ислам дінін қабылдап жатты. Ислам дінін қабылдамай исламға қарсы күрескендер дінінде кейін ислам дінін қабылдаған кезде күстен алып бетіне басқан жоқ. Ол ақырындап. Демек, дін керісінше радикализмді үндемейді. Дін керісінше бәр нәрсеге түсіністікпен қарауға тырысады. Діни тұрғыдан алған кезде біреудің мүшрик болуы, біреудің кафир болуы, біреудің мұсылман болуының барлығы Құдайдың қолындағы шаруалар. Ал Құдайдың қолындағы шаруаларға пенде араласа алмайды. Олай болатын болса, мен не үшін оларды күстен алуым керек? Мен не үшін оларды жазғыруым керек? Мен бүгін мұсылманмын деп мақтануымға бола ма, болмаймын? Мен ертең діннен шығып кетуім мүмкін деген сияқты нәрселер. Бұл кез келген діндардың, дін өзіне дінді құндылық ретінде ұстайтын адамдардың ойында жүретін дүние ғой. Ал ондай адамдар ешқашан радикалды әрекет жасамайды. Енді келесі сұрақ. Халық мынау белгілі бір тұлғаларды кейде бір идеал көріп атады. Ол кәсіпкер болсын, мотиватор болсын, имам болсын, коуч болсын. Осы не себепті бұндай жағдайлар туындап жатады? Кез келген халықтың, кез келген қоғамның алға жетелеуші зиялы топтар болады. Неге халық ол адамдарға еліктейді деп біз ешқашан қай заманда болмасын жаңағы бір шектеу қоя алмаймыз. Өйткені неге десеңіз, әр адам, қоғамдағы әрбір адам, бұл әрбір бала болсын, ол бірінші өмірін еліктеуден бастайды. Бірінші қадамдарын еліктеуден бастайды. Тіпті адам баласының өзінің жаратылысы да сол еліктеуден басталады. Біреу екі аяқпен жүріп жүр, ол әлі жүре алмайды, сосын еліктеп жүруге тырысады. Біреу сөйлеп жатыр, ол да ау деп сөйлеуге тырысып, еліктейді. Яғни адамның бүкіл өмірі бірінші еліктеуден басталады. Ал қоғам ешқашан жаппай 100% зиялы қоғамға айнала алмайды. Ол қоғамның ішінде көптеген адамдар, сол зиялы адамдар не айтады екен, діндарлар не айтады екен, имамдар не айтады екен, ел басында жүрген адамдар не айтады екен деп соларға қарап, соларға еліктеуге тырысады. Неге бұл былай қарағанда бір сөзбен айтқан кезде табиғи құбылыс деп айтуға да болады. Өйткені бүкіл адамдардың көкжиегі, бүкіл адамдардың білімі, бүкіл адамдардың санасы, бүкіл адамдардың ой танымы бәрін осы еліктемей өз бетінше тұлға болып қалыптасуға жетпей жатады. Оған уақыты да болмайды, кейде оған мүмкіндіктері де болмайды. Сосын бір адам барлық нәрседе кәсіби профессионал бола алмайды. Мысалы, бір адам төрт ойлаңызшы, ол өзі журналист, өзі экономист, өзі хирург, өзі жаңағы не дейміз енді? Жан-жақ. Ол мүмкін емес қой. Сондықтан да кез келген бір салада еліктемеген адам екінші бір салада еліктеуі мүмкін. Яғни адам бәрібір өзі ұқсағысы келген адамға талпыныс жасайды. Болмаса жаңағы біреудің дауысы ұнайды, біреудің жаңағы стилі ұнайды, соған еліктеп жасауы мүмкін. Сөйтіп өзін тәрбиелейді. Ал енді өз жолын тапқан кезде, өз бағыты айқындалған кезде, ол адамды біз жаңағы индивид емес, личность дейміз, яғни тұлға дейміз. Тұлға деген сөз өзінің өмірде көзқарасы бар, өзінің позициясы бар, өзінің бағыты айқын, біреудің айтқанымен жүріп кетпейтін сондай жағдай. Сол үшін дінде еліктеушілік өте көп. Өйткені
дінді игермеген адамдар өте көп. Және дінді толықтай бүкіл адамдардың игеруде өте оңай шаруа емес. Сол үшін де діндар өзін діндар санайтын болмаса, өзі діндар санаған, ұстаз санаған адамдардың артына еліктеп жүретін себебі де сол. Яғни халықтың еліктеушілігі ол кейде білімсіздіктен де білімсіздіктен, қызығушылықтан, болмаса жаңағы өзінің білімі жетпегендіктен, болмаса қазіргі заманмен салыстырған кезде қазір адамдар неге құштар? Жалт-жұлт еткен дүниелерге құштар, әртістерге құштар, болмаса жаңағы спортсмендерге, әлемдік деңгейдегі жұлдыздарға құштар, соларға еліктеп жүреді. Солардың өмірін қайталағысы келеді, солардың өмірін сүргісі келеді. Бұл кез келген, әсіресе жастардың ішінде бұл өте көп болады. Ал қартайған кезде, болмаса жасыл ұлғайған кезде адамдар еліктеуден гөрі жеке өзінің тұлғалық ұстанымдарын жарыққа шығара бастайды. Ол кезде ондай адамдарды бұрып алып кету өте қиын болады. Сол үшін жаңағы діни ағымдардың да жастарға көбірек жаңағы мойынсұнатын да, жастардың да діни ағымдарға көп кіріп кететін себебі сол еліктеушіліктен болып жатады. Біреу жақсылап тұрып аузын суын ағызып уағыз айтатын болса, артынан біраз адамдар еріп кетеді. Енді мынау ұлттық дәстүрден алшақтаған діндарлықтың салдары қандай болуы мүмкін? Жалпы жалаң діндарлық, радикализм, жалаң ақыл, атеизм деген сөз бар. Сондықтан да жалаң діндарлық, егер ол ұлттың құндылықтарымен, мәдениетімен, салтымен, санасымен, танымымен, дүние танымымен ұштаспайтын болса, ол өзін мүмкін жалпы мұсылмандық құндылық деп есептеуі мүмкін, бірақ ол ортада қалып қояды. Сол үшін де ұлттың ерекшелігі, қазіргі мынау заманның өзінің ерекшелігі ұлттық мемлекеттердің құрылу дәуірі ғой. Ұлттық мемлекеттің өмір сүру дәуірі. Әр ұлт өзінің ұлтының айналасында мемлекет құрып, соның игілігіне жұмыс жасап жатады. Олай болатын болса, бұл ұлттық мемлекет деген дүние ұлттық ерекшеліктермен тұрады. Тіпті Құрандағы ұлттар туралы аяттардың өзін айтқан кезде біз айтамыз, біз сендерді бір-бірлеріңмен таныссын деп ұлттар мен ұлыстарға бөліп жараттық дейміз. Енді танысу үшін ерекшелік болу керек. А ерекшелігі жоқ болса танысудың не керегі бар? Мен сізбен танысуым үшін сіздің атыңыз бөлек болу керек қой. А сіз екеуміздің атымызда бақыт болса, немесе бүкіл адамдардың аты бақыт болса, бірдей болса, атың кім деп сұрамаймын ғой. Немесе руымыз бірдей болса, сұрамаймыз ғой. Ал неге? Танысу үшін ерекшелік. Міне ұлттың да танысу үшін ұлттың ерекшелігі ол мәдениеті, ол тілі, ол салт дәстүрі, ол Құдайдың жаратылысы. Және оған қарсы шығу, ол Құдайдың жаратылысына қарсы шығу. Кейде жігіттер сұрап жатады, алдымен мұсылмансың ба, алдымен қазақсың ба деп. Бұл бір нонсенс, бір ақылға қонбайтын сұрақ. Әкең жақсы көресің ба, шешең жақсы көресің ба деген сияқты әңгіме ғой. Ол екеуі де мұсылманшылық Құдайдың берген нәсібі, ал қазақ бұл менің тағдырым. Екеуі де Құдай зәйлен жазған жоқпын ғой. Осы Қазақстанда дүниеге келейінші деп ше, Құдай тағалаға. Құдай қалай жаратты солай. Сол үшін де мен қазақпын десе ол дінге жат, жоқ мен мұсылманмын десе ол ұлтқа жат, ондай нәрсе жоқ. Яғни екеуінің ара жігін бөліп, бірін бірден жоғары қойып, оны бір бәсекелестікке айналдырып қажетті шамалы нәрсе. Ол өзі адамның өзі кейде болады, сол бағаланбайтын, өлшенбейтін, таразыға тартылмайтын дүниелер болады. Сондай дүние бұл. Сондықтан да Құдай мені қазақ қылып жаратқан, және маған жүрегіме иман салған болды. Тағы да анау сөз бар ғой, қазақсың ба, құлсың ба деген сияқты тағы қоғамның арасында. Қазақсың ба, құлсың ба деп жүргені, жаңағы сен Құдайға құл болсаң, құлдық психология, немесе қазір араб құл деген, орыс құл деген, тәңір құл деген, бірдеңе деген. Бұның барлығы біреулерді күстаналаудан шыққан бір әңгімелер. Шын мәнісінде біздің аталарымыз, бабаларымыз, арғы аталарымыз қанша ғасырлардан бері қарай, кеше қарахан бабаларымыздан бері қарай мінекей оның барлығы сол исламшылықты, мұсылманшылықты өзінің құндылығы ретінде ұстанып келді ғой. Ал құлдық деген дүниенің өзі екі ұғымды білдіреді. Біреуі басыбайлы, өзінің еркі қалауы жоқ, жаңағы тамақ беремін десе береді, бермеймін десе бермейді деген адамға құл болу деген нәрсе бар. Екінші ол Құдайдың құлы ретінде Құдайдың жаратылыстарына мейіріммен қарау, жаратушыны мойындау арқылы жаратылғанды жақсы көру деген статус бұл. Сондықтан да жаңағы құлдық тікелей. Ал енді мен оған бағынбаймын, Құдайға бағынбаймын деген адамдар ол өзінің эмоциясына бағынып жүр. Ол да бір эмоцияның құлы ғой. Сондықтан да жалпы адам баласы құлдықтан құтыла алмайды ау. Ең жақсысы сол Құдайға құлдық па деймін. Анау бір сөз бар еді, Құдайға құл бола алмаған көрінгенге құл болады. Енді нәпсіңе құл боласың. Өзің эмоцияға құл боласың, қалауыңа құл боласың, ана бір күні ләззат алғың келеді, ләззаттың құлы боласың, дүниенің соңынан жүріп дүниеге құл боласың. Айналып келген кезде адам баласы құлдықтан құтылмайды. Ал жаңағы жаратушыға құлдық деген мәселе ол сол дүниеге қатынасыңды реттейді. Дүниенің барлығы уақытша,
сен жаратушының құлысың. Олай болатын болса, дүниеге дүние ретінде қара, адамға жаратылыс ретінде қара, басқа жаратылыстарға құдайдың жаратылған өнер ретінде, құндылық ретінде қара. Мінекей өзіңді сондай жаңағы айуандық дәрежеге түсірме. Саған үлкен сондай бір дәреже берілген деген дүние. Сондықтан да осы нәрсені түсінген адам, менің ойымша, жаңағы құлдықтардың арасын ажырата алады ғой деп ойлаймын. Одан кейін мынау қазіргі ханафилер неге бір классикалық сопылыққа шошып қарайды? Бір сопылық десе бір адасқандар, бір үлкен сәлдесін орап алған, үстіне бір ескі шапан киіп алған деп түсінеді да. Қазақта бір жақсы сөз бар, танымас сыйламас деген. Адам білмеген нәрсесінің бәрінен қорқады. Үңгірдің іші қараңғы болса, оған да кіруден қорқады. Үңгірдің ішінде свет жанып тұрса да қорықпайды. Сопылықты білмегеннен кейін қорқады. Сопылықтың тағдырын, танымын, тарихын, оның өкілдерін зерттемегеннен кейін қорқады. Мүмкін өзінің деңгейі нашар болғаннан кейін де қорқады. Өйткені мысалы сізге біреу бір жоғары құндылықтарды айтатын болса, сіз ол құндылықтарға сай емес болатын болсаңыз, одан қашасыз, ақталудың жолдарын іздейсіз. Сондықтан да сопылық жолы, мынау жаңағы кімнің, Сопаллаярдың сөзі бар емес па? Сопылық жолы ауыр жол, ұстансаң оны тәуір жол деген. Ол Құдайға шынайы құл болудың, нәпсімен күресудің, кішіпейілдіктің, жүректі тазартудың, Абай айтқан жүректің көзі ашылса хақтықтың түсер сәулесі деп, хақтықтың сәулесін түсетіндей, өзіңнің нәпсімен күрес, нәпсінің бәленбай дәрежесі яссауидің 70 түрлі мақамы бар, нәпсінің соның ішінде 40 мақамы, және шариғат, тарихат, мағрифат, ақиқатта деген сол мақамдардан жетіп, рухты кемелдендіріп, Құдайға жақындап, рухтың көкіректің көзі ашылып, парасаттың былайша айтқан кезде шыңына шығып, ариф деген дәрежеге жеткен кездерде Құдайды таныған, яғни ақиқат деген мағрифатулла, Құдайды тану ғой. Одан кейін мұхаббатулла, Алланы сүю. Сол мақамдарға жеткен адамдардың өте Құдайға жақын мәртебелері. Мінекей бұл бір адамның оп-оңай ауызбен немесе бір оймен жасап жететін дүниесі емес, көптеген уақытпен, көптеген тақуалықпен, ізгілікпен, руханиятпен жететін дүниесі. Ал соған егер адам жете алмайтын болса, не болмаса қазіргі кейбір жағдайларда жалған өздерінің сопысынып жүрген адамдар болатын болса, соларға бір енді бар ғой, кітапты молда теріс оқыр, дағарадай болып сәлдесі деген сияқты, болмаса жалған сопы деген дүние яссауиде де бар. Яғни өзінің сопы сияқты қылып көрсету арқылы халықтың малын жинап жүретін, тоқтысын жинап жүретін кезінде сондай адамдар болған. Сондай адамдардан мүмкін жаңағы сопылыққа кір келтіретін шығар. Ал шын мәнісінде шынайы сопылық, шынайы суф деген сөздің өзі таза деген, саф деген сөзден шығады. Болмаса екінші бір версиясы, суф бұл жаңа жүн киім киген адамдар, яғни дүниені тәрк еткен адамдар, диуана дейміз біз. Өзін Құдай жолына арнаған адамдар деген. Ал екінің бірі қазір өзін суф қылып дүниені тәрк ете ала ма? Бұл оңай шаруа емес. Болмаса саф қылып жүрегін тазарта ала ма? Бұл оңай шаруа емес. Олай болатын болса, біз ол адамдар туралы әрине кейбір жағдайларда сынап жатуымыз мүмкін, бірақ тұлғалар туралы сөйлеген кезде абайлауымыз керек. Өйткені олардың Құдайдың алдындағы мақбұлдығы, қабылдығы біз білмейміз. Өзіміз тырнағына да татымайтын адамдардың өмір туралы сөйлеп, оларды сынаған кезде Құдайдың алдында үлкен қиянатқа барып жатқанымызды білуіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан да ең жақсы зерттеп, үйреніп, көріп, шамамыз келсе жасап, шамамыз келмесе қарсы болмай ақ қойған дұрыс. Мынау асхабу суфа дейміз, бағана сопылық ұстанып жатқандарымыз. Сол асхабу суфаның ұстанған жолы, сол ақиқат жолы, классикалық сопылықты. Енді сол сопылықтың өзі ар жағын қаза берсеңіз асхабу суфаға, одан кейін қаза берсеңіз бер жағында Абу Бәкірге жеткізетін жағдайлар бар. Тақуалықта өйткені суфа иелері де пайғамбарымыздың кезінде жағдайлары болмай, тек қана білім үйренумен, дін үйренумен, сол мешіттің қасында жатып жүрген сахабалардың тобы ғой. Сондықтан да сопылықтың сондай бір несі бар, келе жатқан бір дәстүрлі мектебі бар. Бірақ қалай болмаған кезде сопылықтың негізгі мақсаты бұл Аллаға деген махаббат, Аллаға ғашық болу, Алла жолында өзінің бүкіл мүмкіндіктерін арнау. Өйткені өзінің сатылары бар. Жаңағы фәнафи шейх, фәнафи расул, фәнафилла деген мақамда өзіңді Алланың жолында жоқ қылып жіберу. Яғни Аллаға құрбандығың соншалық, Аллаға жақындығың соншалық, мен деген дүниені жоғалтып, нахну біз деген дүниеге, яғни Алламен бірігу деңгейіне қарай өту деген, бұл өте үлкен мәртебе, өте үлкен рухани
былайша айтқан кезде статус деңгей, оған екінің бірі жетуі өте қиын. Әрине шариғат ол негізгі адамдардың барлығын сопы қылуды мақсат тұтпайды, бірақ яссауи айтқандайын шариғатсыз тариқатқа өте алмадым, тариқатсыз мағрифатқа жете алмадым. Тариқатсыз мағрифатқа жету, Алланы тану, Алламен бірігу, Аллаға жақындау ол өте қиын шаруа. Сондықтан да шариғат көпшілікке ортақ болатын болса, бұл тариқат жекелеген адамдар өздерінің өмірлерінде осы нәрсені басшылыққа ала отырып, Құдайға жақындап рухани кемелденіп жататын болса, сіз оған неге кемелденесің, неге Құдайға жақындайсың деп әңгіме айта алмайсыз. Неге олай тақуа боласың деп әңгіме айта алмайсыз. Неге зікірді көп айтасың деп әңгіме айта алмаймыз. Сондықтан да ондай адамдар болатын болса, тарихта ондай адамдар болған, бізде сопылықтың ірі өкілдері өмір сүрген, жаңағы біз айтып отырған яссауия негізін қалаған Қожа Ахмет Яссауиден бастап, демек оларды біз жоққа шығара алмаймыз. Және жоққа шығаратын болсақ, біздің тарихымызда қанша мықты тұлғаларды да біз күстаналаған боламыз. Сондықтан да ал олардың бір ерекшелігі сопылықтағы жүрген адамдардың ешкімнің дінімен күреспейді. Ешкімнің іс-әрекеттерінде әрине ескерту жасайтын шығар, бірақ шаруасы жоқ. Өйткені неге? Сопылықтағы ең үлкен дүние бұл нәпсімен күрес. Өзін дұрыстау. Өзіңмен күрес. Яссауиде айтады ғой, сен әлемді өзгерткің келсе өзіңді өзгерт деген. Жаңағы Румида да бар. Мен кеше ғалым едім, әлемді өзгерткім келді, бүгін дана болдым, өзімді өзгерттім деген. Яғни сен өзіңмен күрес, өзіңді тәрбиеле. Сенің айналаңдағы дүниелердің барлығы сенің статусыңа байланысты Құдай Тағала тарапынан берілген. Егер мен соған лайық болмасам, Құдай маған оны нәсіп етпеуші еді. Сондықтан да мен өзімді дұрыс істеген кезде менің айналам да өзгеріп шыға келеді. Құдай соған сәйкес маған айналаны нәсіп қылады. Дос нәсіп қылады, жұбай нәсіп қылады, әке-шеше нәсіп қылады, ағайын туыс нәсіп қылады, қоғам нәсіп қылады, ел нәсіп қылады. Құранның өзінде бір қауым өзін өзгертпейінше Алла Тағала оны өзгертпейді. Демек, оның барлығы сабақтасып жатқан дүние. Оны бір сырттан бір қазір бізде сопылықты ағым деп қарайды. Иә. Шынымен ағым емес қой. Ол бір мектеп, ол бір ұстаным, ол бір әдістеме, ол бір форма. Бірақ ол исламға қарсы бір ағым емес. Бір мүшриктерден жинақталған ағым емес. Керісінше Құдайға құл болудың жолына түскен адамдар көп жағдайларда. Иман, ислам, ихсан дегенде. Ихсандағы ихсан. Имандағы енді ол түсінікті бәріміз ортақ. Ислам ол шариғат, ал ихсан ол собылық, тақуалық. Яғни Құдайға жақындаудың жолдары, кемелдену. Кемелдену үшін адам ішіндегі бүкіл негативтерден құтылып, жақсы ізгілік позитивтерге толу керек. Құдайды зікір ету арқылы жүректі тазарту керек. Жүрек тазартқаннан кейін жүрек, рух ол позитив дүниелер Құдайға қарсы, Құдайға жақындаған сайын қуанады. Ал жаңа кешегі шәкәрім айтқан сияқты жаңағы затшылдық көзін байлады, адастырып айдады, жан билемей тән билеп нәпсінің соры қайнады дейді. Материализм бұл біздің жаңағы рухымызды соқыр қылып кірлететін дүние. Ал затшылдық деп отырған материализм. Ал тән билемей, жан билемей тән билеп нәпсінің соры қайнады деп отырған, біз қазір бүкіл нәрсені тән тұрғысынан бағалайтын болдық. Маған пайдасы бар ма? Қарным тойдыра ма? Ұйқымды қандыра ма? Көңілімді көтере ма? Неке осының барлығы тән құмары. Яссауиде тәнперест дейді. Тән құмар деген сөз. Қазіргі капиталистік қоғам бұл тән құмарлық қоғамы. Ақша, байлық, жаңа не дейді? Ал сопылықта ол жерде тән, материя деген дүние ешқандай құндылыққа емес. Құдайға жақындау тұрғысынан. Ол тек қана құрал. Ақша маған тек қана құрал. Маған байлық тек қана құрал. Маған жаңағы айналам тек қана құрал. Бұл дүние тек қана құрал. Тіпті о дүние пайғамбардың хадисінде бұл дүние о дүниенің егіні дейді. Ол не деген сөз? Құралы деген сөз. Осы дүние арқылы сен о дүниеге қол жеткізесің деген сөз. Олай болатын болса, құралға құрал ретінде ғана баға беру керек. Ал құралды құндылық ретінде қарайтын болсақ, онда Құдайды ұмытамыз, қайшылыққа түсеміз, күресеміз, жанымыз ауырады, жүрегіміз ауырады, айырылып қалған кезде жылаймыз. Шын мәнісінде бұл ондай нәрсеге тұратындай нәрсе емес қой. Яғни сондай бір көңіл бөлерлік нәрсе емес қой. Өйткені Құранда да дүниеге қатысты анықтамалар жасайды. Лағибін уә лахвин дейді. Ол бір ойын, ол бір жай әуестік, ол бір жай бір ермек бізге. Дүние Құдай сол деңгейде бізге жасап отыр. Ал сондықтан да сол деңгейінде сақтасақ, ол бізге құрал бола алады. Әрине оны жоққа шығара алмаймыз. Әрине қазір бәріміз аскетизмге кетіп қалсақ, мемлекеттің өркендеуі не болады, білім ғылым не болады деген сияқты. Жоқ, бұл мәселе жасалады. Кәсіпте жасалады, еңбекте жасалады. Өйткені адал жолмен кәсіп табу да парыз.
ал бірақ ол жүрекке кіріп кетпеу керек, мәселе сол. Яғни тән қалауы мен жан қалауын параллельді алып жүру мүмкіндігіне байланысты. Егер оның мүмкіндігін параллельді алып жүре алмайтын болсақ, біреу әлсірейді міндетті түрде. Егер әлсіреген тән болса, зиянымыз аздау болады. Ал әлсіреген жан болса, рух болса, зиянымыз көптеу болады. Яғни сопылықпен, яғни ішкі жан дүниемен сыртқа әлемді алып жүрген адам жетістікке жетеді. Біреу құрдымға кетсе, онда адам Құстың құрдымға қос қанаты сияқты ғылым, білім, өркениет бұл ақылдың нұры. Біз ақылымыз арқылы жаңалық табамыз. Мынаның барлығын ақыл арқылы ойлап тауып отырмыз. Осы техниканың барлығы бізге осы мүмкіндікті ақыл арқылы жеткізіп отыр. Ал бұл жүрегімізге рахат сыйламауы мүмкін. Ал жүрегімізге рахатты руханият сыйлайды. Сондықтан да ақыл жүрек қатар. Сол Абайда бар ғой, нұрлы ақыл, жылы жүрек ыстық қайрат. Нұрлы ақыл деп отырғанымыз ғылым, жылы жүрек деп отырғанымыз руханият, ыстық қайрат деп отырғанымыз еңбек. Міне осы үшеуі қосылатын болса, кемел адам болады. Кемелдік деген нәрсе сол. Бұрын да сахабалардың кезінде пайғамбардың өзі балта ұстап, отын шауып жұмыс істеді. Сахабалардың барлығы кәсіппен айналысты. Құдай бере қойып аспанның алақанын жайып отыра берген жоқ қой. Сондықтан да жалқаулық деген нәрсе исламда жоқ. Еңбек қылу керек, кәсіп табу керек, Алланың нәпақасын жер бетінен теру керек. Бірақ жүректі де ұмытып кетпеу керек. Жүрекке, жаңағы дүниенің жүрекке кіріп кетпеу керек. Кіріп кететін болса, сізге депрессия сыйлайды, стресс сыйлайды, уайым сыйлайды, қайғы сыйлайды, невроз боласыз. Өйткені неге? Ол сізге, жүрегіңізге ол үшін емес. Жүрегіңіз ол Құдайдың мекені. Ол жерде руханият, ол жерде дін, ол жерде адамгершілік, ол жерде жақсылық, ол жерде ізгілік сияқты абстрактты ұғымдар болу керек. Сондықтан да жүрек мәселесі ол өте нәзік дүние. Содан кейін көп адамдар рухани ауруларға душар болады. Неге? Тапқан материалдық құндылықтары оған рухани шипа болмайды. Рухани шипа болмағаннан кейін алас ұрып дүниеден орнын таба алмайды. Вроде бүкіл өмірлері жақсы, бүкіл жағдайлары бар, бірақ жаны байыз таппайды. Неге? Руханияты аш. Руханиятты да толтырып қатар алып жүретін болса, кәсіпті де қолмен жасайтын болса, онда үлкен жетістікке жетуге болады. Діннің негізгі тепе-теңдігі осы. Ана сахабалардың сөзі емес пе? Кім өзін тапса, Құдай, кім өзін таныса, Құдайын таныған деген. Мен арафа нәфсәк, нәфсәху фақат арафа раббаху. Кім өзін таныса, Құдай таниды. Неге? Өйткені мен кіммін? Шәкәрімнің айтқан сөзі бар. Келдім қайдан, нетсем пайдам, өлгеннен соң кім болам? Менің бұл өмірдегі миссиям не? Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып шал болған соң кетті шамаң, мақтап жүрген өмірің осы болса, үш ауыз өлеңмен болды тәмам дейді. Олай болатын болса, әр адамның өзінің өмірі осы уақытта қандай болу керек? Қалай жасау керек? Өмірде менің орным қандай? Ұрпаққа қалдыратын дүнием қалай? Елге қызмет жасайтын дүнием қалай? Өзіме жасайтын пайдам қалай деген дүниелердің барлығын келдім қайдан, нетсем пайдам, өлгеннен соң кім болам деген үш сұраққа жауап берген кезде адам рахат өмір сүреді. Біз көп жағдайларда қазір діндарларды да күстаналап жатамыз, осылар өлімді айта береді. Бірақ аслан өлімнен де қорқудың қажеті шамалы. Мен дүниеге келдім ба, мен өлім шарт қой. Тумақ сүннет, өлмек парыз дейді. Олай болатын болса, мен оны қорқуым керек емес, тек дайындалуым керек. Мен абыройды сақтауға тырысуым керек, екі дүниенің абыройын сақтауға тырысуым керек. Осы дүниедегі адам сияқты өмір сүруім керек. Адам болып келіп өмірге, адам болып кетсем жаңағы арманым деген сияқты, адам болып кету дегеннің өзінің өзі оңай шаруа емес. Сондықтан да бұл дүниенің тепе-теңдігін осы сұрақтарға жауап берген кезде біз тауып аламыз. Ол үшін сен өзің тануың керексің. Кімсің, қайдан келдің, миссияң не, бұл жерде неғып жүрсің, ертең қалай кетесің? Саған мынау шексіз сезімдерді сыйлаған, шексіз қалауларды сыйлаған, мәңгілік өмірді сүргің келіп тұрған дүниең, бүкіл нәрсең, бүкіл потенциалыңды тек осы қысқа өмірге ғана арнауың керек па? Жоқ, кішкене рухани өмірге де көңіл бөлуің керек па? Рухани жетілуге де көңіл бөлуің керек па? Рухани азық іздеуің керек па? Деген дүниелерді қатар алып жүретін болса, мынау өмірдің миссиясы, мағынасы не деген дүниені түсінетін болса, адам менің ойымша өкінбейді. Ал енді бұл өмірде мәңгілік қалатын сияқты, осы өмірге мәңгілік жаратылған сияқты бүкіл уақытымызды, өмірімізді осы өмірге сарп ететін болсақ, онда әрине бізде көптеген өміріміздің соңына қарай өкініштер болады. Мен не істедім, не істей алмадым, неге үлгердім, неге үлгермедім деген сияқты нәрселер, сұрақтар көбейіп кетеді. Сол үшін де әрбір адамның бұл дүниедегі міндеті, дүниеде жасаған кәсібі, қызметі, отбасы, мемлекеті, елі, ұлты деген дүниелермен бірге руханияты деген дүниелерде үнмен қатар жүріп отыру керек. Сонда ол адам толық адам болады, және ол адамның руханияты мен тәні бір тұтас, бір-біріне бағынған гармонияда болады.
өйткені нәпсінің өзінің Құдайға жаратылғанының бір себебі бар. Нәпсі болмаса бізде стимул болмайды, нәпсі болмаса біз өмір сүргіміз келмейді, нәпсі болмаса біз көбейгіміз келмейді. Бұның барлығы белгілі бір стимул. Бірақ ол шектен асырсаң, абай айтады ғой, құшпақ сүймек, мал жемек бәрінің өлшемі бар, өлшемінен асырсаң боқ шығады деп. Бәрінің өзінің дозасы бар. Сол дозасында пайдаланатын болсаңыз зияны жоқ. Бірақ оны шектен асырып жіберетін болсаңыз, махаббаттың соңы дұшпандыққа айналып кетеді. Құшпақтың соңы жаңағы нәпсі құмарлыққа айналып кетеді. Біреудің ар намысын таптауға айналып кетеді. Жақсы ма сол? Жоқ, жас кезінде бәрін көр деп бұлықтыра беру керек па? Жоқ, қажет емес. Ол саған өміріңе жақсылық әкелмейтін нәрселердің бәрін көре берудің қажет жоқ. Соны көреміз дегендердің біраз түрмеде отыр қазір. Не пайдалы? Адам бірақ өмірге келгеннен кейін адам сияқты өмір сүру керек. Айналасымен тату-тәтті, отбасымен тату, ағайын туысымен тату, ұлтына жанашыр, еліне жанашыр өмір сүретін болса, менің ойымша қазіргі жағдайда бір адамға осындай мүмкіндіктер жеткілікті. Әрине бұрынғы замандарда қиын-қыстау кезеңдерде ондай мүмкіндіктер болмаған жағдайлар болған. Отбасына қарай алмайды, жаугершілік заман, бала шағасына қамқор бола алмайды. Ал қазір бәр нәрсе бар. Қазір тек қана талап жетіспейді, талпыныс жетіспейді, кішкене парасат пайым жетіспейді, ой жетіспейді. Өйткені неге? Қазір бізде әлем алдайтын дүние өте көп. Соған алданып қаламыз. Соның артына кетіп қаламыз, өкінеміз. Сондықтан да кішкене ес ақыл жинап қарайтын болсақ, жаңағы нәрселердің барлығы өз орнымен қолданылса ешқандай зияны жоқ. Сол бағана қаншама мәселелер, проблемалар айтып жатсыз ғой. Жалпы осы мәселелерді дұрыстайтын, реттейтін бір дін саласына реформа қажет па? Радикализм дедік па? Реформа арқылы адамгершілікті жөндеймін деген сөз, ол науқаншылық болады. Тек бұл жердегі мәселе не? Бұл жердегі нәрсе сөз, білім, тәрбие деген дүниелерді реттеуіміз керек. Конфуций деген дана ойшыл болған кезінде Қытайда өмір сүрген, соған сұраған, сенің қолыңа билік берсе не істердің деп. Мен сөз түсінетін едім деген. Адамдар сөз түсінбегеннен кейін қателіктерге барады деген. А сөз деген ол ғылым қазір. Абай айтады, сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел деп. Сөз деген энергия, сөз деген күш, сөз деген үлкен идеология, сөз деген мемлекеттің руханияты. Сондықтан сол нәрсені дұрыстап соған жанашырлықпен қараса, жоғарыдан төменге дейін, онда бұл нәрсе өзігінен түзеледі. Ал ол үшін де әр адам өзінен бастау керек. Мен не үшін түзеуім керек, басшы жөндеу керек, не үшін қарап, акимат не қарап отыр, билік не қарап отыр деген дүниелердің барлығы мен шақпаған жылан мың жасасын, мен шаруам жоқ деген әңгіме. Ашық мәнісінде қоғамда мен өмір сүріп жатқаннан кейін Абай айтады, бір адам жаман болса, замандастарының бәрі виноват дейді. Біз бәріміз жауап береміз. Сөйлеп жатырмыз ба, бізде қолымыздан келгенше дұрыстауға әрекет жасауымыз керек. Және өзіміз дұрыс болуымыз керек. Әйтпесе өзіміздің басымыздағы отты көрмей, біреудің басындағы шоқты көру, ол қоғам дұрыстауға алып бармайды. Сол үшін әрбір қоғамды дұрыстаймын деген адам бірінші алдымен өзін дұрыстау керек. Өзінің өмірі қалай, өзінің сөзі қалай, өзінің отбасы қалай, өзінің баланың тәрбиесі қалай. Сондықтан да адам өзін жөндемейінше қалған нәрселерді дұрыстамайды. Жаңағы Құранның аятын айттық қой. Бір қауым өзін өзгертпейінше Құдай өзгертпейді. Енді ондай болатын болса, не үшін біз біреуден күтіп отырмыз? Өзіміз бастай береміз. Сосын ақырында біреу болады, екеу болады, үшеу болады, ұрпақ, бір буын, екінші буын, жақсы буынды көрген бір буын одан да жақсы болып шығады. Неге ақырындап 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді қазақ. Бірден бәрі ойбаймен бәрін бақытты нәрсе, бақытты сәттердің бәрін көріп кетуім шарт емес қой. Мен соған еңбек қыламын, ертеңгі ұрпақ одан да жақсы еңбек қылады. Одан кейін ұрпақ одан да жақсы бай қуатты өмір сүреді деген сияқты руханияты бар. Сондықтан соған қызмет жасай береміз. Өйткені біздің шыққан қоғам, біз жаңағы кішкене жансызданған, шала жансарланған, таяқ жеген, жараланған кезеңнен шықтық қой енді руханият тұрғысынан. Соны енді қалпына келтіру үшін, жараның жазылу үшін де біраз уақыт керек. Бірақ жара жазылу үшін уақыт керек деп отыра беріп, құлшылықпен ауыстыруға болмайды. Соған әрекет жасауымыз керек. Яғни бір сырттан бір реформа қажет емес, әркім өз-өзімен жұмыс жасау. Реформа деген сол әр адамның жүрегіне жетіп, сол адам соны сананы түсінетін болса, ол мәселе дұрысталады. Бірақ реформа ол әрине ол мүмкіншілік деген тұрғысынан, ол жаңағы бір бастама деген тұрғысынан, ол бір идеология деген тұрғысынан ол бола беру керек. Бірақ қандай реформа жасамаңыз, қоғамның сана деңгейі жетпейтін болса, ол нәрсе жүзеге аспайды. Қоғам өзін жөндеу керек, қоғам өзін дұрыстау керек. Қарапайым мәдениеттен бастау керек. Бір нәрсені бір баклажканы лақтырып жіберген кезде, сол баклажканы сен сияқты бір адам келіп ертең теретінін ойлауың керексің. Түсінесіз ба? Иә. Әйтпесе түсінбейміз біз. Сол үшін де әр адам өзінен бастау керек. Сонда зиялы қоғам пайда болады, жақсы қауым пайда болады. Бәрі жақсы болу шарт емес.
бірақ жақсылар көбірек болса ол қоғам жақсы болады. Яғни бір қоғам өзгеру үшін бір адам сөзбен мәдениет түзелсе, екеуі өзгерсе. Іспен әрекет, сөзбен әрекет қабысып тұру керек. Әйтпесе мен бір қоғамда жаман нәрсе айтылып жатқан, жамандықты үндеп жатқан қоғам көрген жоқпын. Бәрі жақсын айтып жатыр. Бірақ жасайтын кезде жасамайды. Мынау күнә дейді, бірақ өзі істейді. Дәрігерлер мынаны ішпе, мынаны іш дейді, бірақ өздері ішеді. Мысалы, бірінші денсаулықты өздері ойлау керек дәрігерлер. Өздері ойламайды. Шылым шегеді, арақ ішеді деген сияқты. Жаны кім біледі? Сол сияқты. Діндарлардың ішінде де бар, мынау күнә, мынау харам дейді. Қарасаң, өздері жасап жатады кейбіреулер. Бәріне топырақ шашуға болмайды, әрине талай діндарларымыз бар жақсы. Бірақ жаңағындай дүниелер. Ұстаздар мына керемет ұстаз болып, тағылым болып, балаларға үлгі болу керек. Қарасаң, шашы жұлысып, бет жыртысып жатады. Отбасында кәдімгі коуч болып, отбасының бақыты туралы айтып жатады, бірақ өзінде отбасы жоқ. Быт-шыт болып кеткен. Құрдымға кетіп қалған. Ондай болатын болса, неге ақыл айтасың? Өзің диванасың, кімге пір боласың деген сөз бар қазақта. Сондықтан да адам өзінен бастау керек. Өзі сол нәрсені жасауға тырысу керек, өзі орындауға тырысу керек. Содан кейін барып, оның сөзі қонымды болады, айтқан сөзі салмақты болады. Және адамдардың жүрегіне қонады. Және адамдар да оны құлағына іледі деп ойлаймын. Әрине, біз қоғам біттік, құрдымға кеттік деп қорқуға болмайды. Қоғамның ішінде талай жақсы адамдар бар, талай жақсы отбасылар бар, талай тәрбиелі ұрпақтар бар, талай мықты жасөспірімдер, жастар өсіп келе жатыр. Сондықтан да қоғам әр уақытта өзінің қажетті адамдарын тәрбиелей береді. Бірақ біздің мақсат одан да көп болса екен, одан да жақсы болса екен, одан да жоғары шпаққа шықсақ екен деген сияқты ниеттен туындаған жақсы ой. Енді біраз пайдалы ақпараттарыңыз болды деп білеміз көрермендерге. Енді сөз соңында бір қысқаша бір-екі көрермендерге пайдалы болатын бір-екі ауыз сөз болса, бір амал деген. Әрине, кез келген бір подкастты, кез келген бір сұхбатты көрген кезде адам өзіне бір ой түйу керек деп ойлаймын. Сол кезде менің айтатыным жалпы жастарға ең бірінші бұл біз ғылым білім деген нәрсені ең бірінші алға қоюымыз керек. Бүкіл қателіктер білместіктен болады. Сократ деген ойшыл болған, сол айтады, адам біле тұра қателік жасамайды дейді. Былай қарасаң білетін сияқтысың, бірақ қателік жасайсың ғой. Шын мәнісінде оны түсінбейсің деген сөз. Оның салдарын түсінбейсің, оның зардабын түсінбейсің, оның руханиятының келтіретін зиянын түсінбейсің. Содан кейін жасайсың. Шын мәнісінде білсе адам оны жасамас еді деген. Ал соның барлығы білімсіздіктен. Білу керек, оқу керек, тоқу керек. Қазіргі заман білім мен технологияның, техниканың заманы, бірақ сонымен бірге соның барлығын ізгілікке пайдалану керек. Жақсылыққа пайдалану керек, руханиятқа пайдалану керек. Және руханиятқа жүрген азаматтарға, дін саласында жүрген азаматтарға одан да жақсы рухани мәселелерге көңіл бөлу керек. Өзіңді тәрбиелеу деген мәселелерге, қоғамға сөз айту үшін өзіңнің соған лайық болу деген мәселелерге көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Өйткені бір қазақта сөз бар, имам отырса жамағат жатады деген. Көп адамдар жаңа өзіңіз айтқандай алдында жүрген адамдарға еліктейді, қарайды, бұл не істейді деп. Ол бір кемшілік жасайтын болса, ой, ол істеп жүрсе бізге де тем более істей беруге болады деп ойлайды. Сонда қарасаңыз, біз өзіміз емеспіз. Біз қазақта бір сөз бар, үй менікі деме, үй артында кісі бар дейді. Мен өзім жеке өмір сүріп жатырмын дегенмен, менің сыртымнан мыңдаған көздер қарап отыр, осы қалай жүреді екен, не айтар екен, қандай әрекеті бар екен, қандай движениелер бар екен деген сияқты, қазір тілмен айтқанда. Сонда менде жаңағындай өзімнің іс-әрекетіме сай емес нәрселер болатын болса, қоғам бірінші менің артымнан ергендер білінеді, бұзылады. Екіншіден, ар алдында, Құдай алдында, қоғам алдында, ұлт алдында менің масқарам шығады. Сондықтан да бұл нәрселерді әрбір қоғам алдында жүрген азаматтар түсіну керек, жауапкершілік сезіну керек деп ойлаймын. Бірақ ең жақсы дүние бұл біз жақсылыққа жақтас болуымыз керек. Өйткені жақсылық жақсылықты шақырады, жамандық жамандық шақырады. Қазақта жындыға жынды амырақ деген сөз бар. Яғни жындыға жынды бейім деген сөз. Тентек шоқпар жинайды дейді ғой. Сол сияқты адам өзінің айналасына өз сияқты адамдарды жинайды. Сол үшін де біз жақсы болатын болсақ, айналамызға жақсы адамдар жиналады, жақсы сөз айтылады, жақсы сөзден жақсы ой туады, жақсы ойдан жақсы мінез пайда болады, жақсы мінезден жақсы әрекет шығады, жақсы әрекет біздің жақсы тағдырымызға айналады. Жақсы тағдыр ол біздің бақыттылығымыз. Сондықтан да Құдай тағаланың тағдырының өзі біздің ойымызға байланысты, біздің әрекетімізге, қалауымызға байланысты. Сондықтан да жақсы болайық, жақсы ой ойлайық, жақсы сөз айтайық. Құдайға шүкір, бұдан да жаман кезде тойға барғанбыз. Еліміз, егемендігіміз, тәуелсіздігіміз терең тұғырлы болып, осы еліміздің өркеюі мен рухани дамуында үлес қосып, әр қазақ бір-бірін
жағадан алып балақтан тартпай бір біріне қолдау көрсету керек. Жетпей жатқан ештеңе жоқ. Әр қазақ бір біріне қамқор болатын болса, менің ойымша сырттан жау алу өте қиын. Сол үшін де төртеу түгел болса төбеде келеді, алтау ала болса ауызда кетеді. Қазіргі заманның бүкіл трагедиясы қоғамның ішіндегі ірің-жырың, содан аулақ болуымыз керек. Енді алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет сіздерге. Сәттілік тілейміз барша көрермендерге, өмірлеріне бақыт, ұрпақтарына үлкен 1000 жылдық жаңағы өмір, отбасыларына береке, барша тілектер, тілек деген жақсы энергия ғой, қабыл болуын, бақуатты өмір сүруін, екі дүниеде шат-шадыман болуын қалаймын. Сіздердің де осы жасап жатқан жұмыстарыңызға, подкаст жүргізіп жатқан каналдарыңызға табыс тілейміз. Көрермендеріңіз көп болсын, ғибратты әңгімелеріңіз көп болсын. Құрметті көрермендер, жақсы сау болыңыздар. Подкаст ұнаған болса лайк басып, пікір жазып кетіңіздер.